Ömür жолы адамның өзінің шынына келгенде айтуындағы ең қиын да жолы, ең жақсы да жолы. Өмірдің сонау өзің айтып отырған 14-ші жыл Айқап журналында бірінші өлең басылмастан бұрын мен қалай білім іздедім, қалай оқып іздедім, қалайша келіп мен заманның сол уақыттағы ең қиын бересінде қалайша жүріп білімге қол соқтым. Мен ауылда өзіміздің үйдің ауылымызда отбасында 5-6 жыл ескіше бұрынғы арабша, парсша, түркше сауатты жақсы оқып, жақсы білдім. Шығыстың дастандарын жаттап айтпағанменен дағы оқып беруге келген уақытта ауылға келген адамдар иізе қалып отырып тыңдап өзі қатты қуанатын еді. Мен соған жаттығуымның үстінде 1910 жылдың басында әкем Семейден Абай атаның бірінші өлеңдер жинағын әкеліп берді. Осы сәттен бастап анау оққан қыссалар өз алдына, ол бөлек, оққан кітаптарым өз алдына, ол бөлек, ол алған білім ол бөлек, мені жаңа дүниеға, жаңалыққа, білімге, өнерге, тағылымға Абай шығармалары тура жол ашқандай болды. Сонан мен талпынып әкеме мәселе қойып, мен шамам келгенше, қолымнан келгенше оқуым керек. Мен орысша білім алуым керек. Бүгінгі жаңалық, бүгінгі нелік, бұрынғы мынау өткен оққандармен жаңармайды дегендей ойларымды айтқаннан кейін әкем тілегімді қабылдап Семейге оқуға алып келді. 11-ші жылдың күзеті. Алып келіп, октябрь айында келіп, мектепке қабылдайтұғын уақыт өтіп кетті дағы, оқу басталып кетті. Оқуға орын болмас. Онда Заречный Слободканы жатақ дейді, Семейді, үлкен Семей дейді. Екеуіндегі мектептерді аралап орын табылғаннан кейін өзіміздің сонда тұратын бір жақын ағайын Бержебай дейтін, Еңсебай дейтін кісінің үйінде болып отырғанда әлгі кісі. Сапарғали шын тараптан оқимын деп келген екен деді, Секе деді әкемнің атысқа қойып. Мен ойлап отырмын, сіз намыс көрмесеңіз осында мынау учительский семинарияда сабақ беретін Нұрғали Құлжанов деген кісі бар. Былтыр бір баланы қолына ұстап, атының басын ұстатып, келер жыл соны оқуға түсірді. Мен соны білемін. Мен сол кісіге жолығайын, әгер де атының басын ұстап, бір кісі сол кісімен оқыса, қалғанын ол кісі оқуға түсіреді дегенді айтты. Сонда ол кісі оқуға түскен кейін өзі тәрбиелеп, біраз оқытып, үйретіп сөйтетін болған. Сөйтеді, иә. Соны айтқанындай барып сөйлесіп алып кел деп, ертең әкеммен екеуміз барғаннан кейін Нұрғали өзі күн бойды, денелі, бір келбетті, жүзі жылы сондай кісі екен, өзі шығып қарсы алып, әкемді құрмет етіп үлкен көріп сәлем берумен қатар, өзі оқыған адам. Келіп жөн сұрап тұрғанда ар жағынан жас қазақ әйел шықты. Қазақша киінген емес, сол кездегі мәдениетті қала халқының киімін киген. Ол кісі де келіп амандасып, ал жағдайды айтқаннан кейін аттың басын ұстайсың, бір аттар күтесің, ал сонда кешкілікте біз саған сабақ үйретеміз. Осыған құп десеңіздер, қабылдаймыз. Әкем де құп деді, мен қуанып кеттім. Сонымен мен сол күннен бастап ертеңінде келіп сол кісінің қолында қалдым. Бір аты бар екен, атын жемдеймін, суарамын, таңертең жегемін, өзін городской школға алып барамын. Үйінде оқитын гимназист балалар бар, оларды гимназияға апарамын. Ал күндіз керек болатын болса барып алып беремін. Ал кешкілікте сол кісінің, ана Нәзипаның өзі, Нұрғалидың өзі кезегімен отырып маған орысша сабақ береді. Әліппеден бастап алдында ауылда да біраз бір танығаным барды. Сонан үйреніп қыстай сабақ алдым. Сабақ алып жүріп, бір жағынан тағы да ізденіп жүрдім. Басқа бір частный оқу болар ма екен дегендей қылып. Ол кездеспей жүрді, бірақ ол кісі мені айтты, биыл қыс бізде боласың, ал келер жылы оқуға түсіремін деді.
мен сонымен ол кісінің қолында болып, сол үйде менің бір ең алғашқы, ең бір тамаша көрген жаңалығым, сол кезде шығып тұратығым, Троицкий қаласына шығатығым қазақтың жалғыз ғана журналы, Айқап журналы сонда келеді. Сол Айқап журналын бір мезгіл алып, жаңа келген нөмірін бастан аяқ оқып шығамын. Соның үстіндегі жазылған жаңалықтар, сол кездегі қазақтың бірсыпыра адамдар соны істейді. Бейімбет Майлин соны істейді екен. Сұлтанмахмет Торайғыров істейді екен. Мұхамеджан Сералин редактор екен. Солардың шығармаларымен, солармен танысқан соң мені әдебиетқа ана Абайдан алған тәжірибем бар, онан оққаным бар, онан алған бүгін мойында тоққаным бар, мені солай қарай бір жағынан тарта берді. Сонан бастап мен келер жылы Нұрғали күздігіні айтқан уақытында русский киргизский училище дейді, приходский училище деген, соған оқуға түсті. Мен сонда тұрып, сонда жүріп оқыдым, оқып жүріп, жаман оққаным жоқ, жақсы оқыдым. Айқап журналын ылғи үнемі алып отырдым. Сол кезде татардың Өзбекстан дейтұғын татар ақындардың, татар жазушыларының соның ішінде белгілі журналдарының ішінде біздің қазақтың әдебиеті басатығын бір кітапхана бар. Ылғи постоянно соған барып ылғи оқып жүрдім. Ол оқып жүргендегі менің қарастырып жүргенім татар әдебиетінің өзі. Әдебиетқа құмармын. Бірақ не болса соны жаза беру деген нәрседен гөрі сақтанып, Абай үлгісі, Абайдың айтып кеткені деген нәрсені ылғи өзіме алда ұстайтын жағдайдан. Осы жағдай жүргенде 1914 жыл келді. 14 жылда Назипа бір күні күздігіні үйіне барып отырғанда Сапарғали деді, бір жақсы нәрсеге ниет қылып отырмын, сен көмектесесің маған. Жарайды. Мен Тройницкий дейтұғын генерал-губернатордан қазақтың ұл тойының кешін өткізуге рұқсат сұрап, сол рұқсат болатын болды. Соныменен енді сол билет тарату жағдайы келген уақытта ар жақ бер жақты Ғұмар Жүнісов дейтұғын менің жолдасым бар, тағы бір неше жігіттер бар. Жаяу жүріп билет тараттық қой, ол уақытта бүгінгі жүріп жатқан көліктер жоқ. Сөйтіп, белгілі қазақтың сол кездегі бұлай тұратығын ауқатты адамдарына, үйлеріне шейін алып барып тұрған жатақтарына бәрін апарып таратып жүріп, ойын өтті. Ойын сондай тамаша өтті. Ойында ең басты кейіпті атқарған семинарияның екі оқушысы. Оның бір кәдімгі Қаныш Сәтбаев болды. Сәтбаев бір жанның рөлінде бір сол кездегі семинарияда оқитын әнші, өлеңші сондай бір жігіттер екен, сол атқардыдағы Қаныш соның қасында Естай болып солар атқарды. Жанақтың рөлін кім атқарды? Әлмағамбет. Әлмағамбет Абайдың әнші. Сол атқарды. Абай романында. Ал енді ана Сабырбайдың рөлін Әбілхамид Ыбыраев дейтұғын гимназияда оқитын бір жас жігіт атқарды. Осында осы ойын қойылған уақытта мен сонда шофер болып істедім. Ана отырып айтып беріп отырам ғой. Ал сонда қарасам, анаварда отырғанда әлгі Біржан менен Сараның айтып шығып, приказчик клуб дейді, онда театр жоқ. Соған рұқсат алған, соған келіп отырғанда сыймай даралар терезеден аңсап қарап тұрған қазақтарды көрдім. Жылап отырған қазақтарды көрдім. Сабырбай мен Жанақтың айтыстар болған уақытта екеуінің келіп отырға қалған жерінде қол соғып қойды, онда біздің қазақтар айқайлап ұрандайды. Білмейді ғой. Иә. О да бір ғажап болып өтті. Сонда сол жиында, сол кеште 900 бірдеме сом ақша жиналды. Сол ақшаны жинап алғаннан кейін Назипа бар, сонда құрған комиссиялар бар. Қазанда, Троицкийде, Томда, Омбыда, Петроградта, Петербургта, басқа жерлерде оқитын қазақтың кедей студенттеріне бөліп соның күресін таратып жүрді. Менің ең алғашқы бір көрген Семей шәһәріндағы ғажап қалған нәрсем осы болды.
оған өзім қатынасуыммен қатар қазақтың бірінші ұлт ойынының шымылдығы 14 жылы февраль айында ашылды. Бұл енді Сұлтан, бұл сұрағың маған үлкен сұрақ. Өйткені ол адамдардың ақыл парасатына, ойындағы қасиетіне, ар жақтағы толғаныстарының бәріне менің көзімде бәрін меңгердім демей, мен өзім шынына келгенде жаңа өзің айтып отырсың, Сапеке, сіздің жазған кітаптарыңызда өзіңіз көргендеріңіз. Мен қашан болатын болсам, қалам тебіренсем, анық көзім жеткен, болған ақиқат өз басым көзімменен көрген, соның өзек қыламын. Соның өзі жеткілікті маған. Сондықтан мен алдыменен бұл жерде бір айта кететін кішкентай ғана нәрсем бар. Ол кішкентай нәрсе Нұрғали Құлжановтың үйінде Айқап журналын оқып, 14 жылы өлеңім шығып басылып, Айқап журналы менің өзімнің кәдімгі бір издательством сияқтан. Сөйтіп жүрген уақытта Қажымұқан жөнінде жазылған Жанша Сейдалин деген кісінің Қажымұқанның анау серіктің балуандарына қалай барғаны, қалай ізденіп жеткені, қалай күрескені, қалай ат шыққаны, қай елдерде болғаны шағын жазылған еді. Осыны оққаннан кейін шіркін-ай сол Қажымұқанды бір дидарласып көрсем ау. Тұлғасын көрсем, күшін көрсем, қандай ғажап болар еді деп жүрдім ғой. Сонан анадан қайтқаннан кейін әлгі майдан жұмысынан, сонан кейін 17 жыл келіп Семейге қызметке орналастым. Банкіге. Сонда 18 жыл соны істеп жүрген уақытта бір мезгілде газетке, жергілікті газетке жаздым. Қажымұқан балуан ал Семейге келетін болды. Қуанғанымды қойсаң сен тамаша бір көрсем деп сөйтіп жүрген уақытта кәдімгі осы күнгі жаңа Семей қаласының мынау не жақ жатағы бар ғой, ана жоғарғы жағы. Сол жақтағы жазықта Қажымұқан өзінің күшін көрсетеді. Үстінен автомобиль жүргізеді. Арбаның шен темірін бұрап-бұрап тастайды. Соны көрсетуге ертең бір күні болады деп бағана жариялады ғой. Хабарландыру болғаннан кейін сол ертең қара кешкі аңдып отырып, сол жақта тұратұғын, сол жаңа Семейде тұратұғын, мен өзімнің жиен ағам бұратұғын, әкемнің апасынан туған. Соның үйінде тұратым. Әлгісі өзі Мәшәушіктің 18 жылдың басында ғана көшіп келген. Өзі бір сері, балуан, сондай жігіт болатұғын, балуан кішет. Әлгі айтты, қарағым, сапарға өзім алып барамын, бірге барамыз деп сөйтіп жарайды деп. Әлгі Қажымұқанның ойынын көруге бардық қой. Құдай сақтасын, бір мезгілде өзінің бейнесімен шығып, өзінің тұлғаларын көрсетіп. Қай жылы? 18 жылы. Енді күші толысып тұрған кез ғой. Деген уақыт. Оны әрбері өзінің бейнесін ойнатып, оны көрсеткеннен кейін барып бір мезгілде өзі жатып үстінен сол уақытта машина, бір ғана машина ма, екі ғана машина бар сияқты. Семейде. Соны үстінен жазып жүргізді. Елдің бәрі ғажап қарып, қалай бұрып, құдай-ау, қалай шыдайды деп бағана. Сонымен қатар кеудесіне тас қойып, астына не қойып, соны балғамен ұрып сындырды. Сындырды ма, біреулер ұрғызды ма? Ұрғызды. Сонда бір тас. Сонан бір мезгілде шығып барып, Ташкентке арбаға 15 кісіні отырғызып, мойнына қамыт киіп алып, соның шырайдан елдің алдыменен жүгіріп. Онан біраз тоқтағаннан кейін келіп тағана жетіп жатқан арбаның шен темірлерін алып қолымен бұрап арқанша лақтырып жіберді. Осындай ойындарын көріп, Қажымұқанменен енді осының шіркін-ай ауыз екі бір мәжілісі болса деп отырған уақытта дұп күтіп отырып, ертеңінде Әбдікәрім ағай, Сапарғали бүгін деді, мен Қажымұқандармен барып келістім. Әміре бар, Қажымұқан бар, бәріміз осындағы жаңа Семейдің бір сыры азаматтары бар, қымызшы мәкетті мынау Аралға шығамыз. Соған барасың менімен бірге. Хоп, ойбай айтып, жақсы болды. Сонысын келіп Аралға шығып, Аралға алып кетіп бір кілем жайып тастаған, балбыраған жаздың күні, аспан зәулім, қарағай, тоғай, ағаштар, оның арасында өзінің айдын, қар толқыныменен теңселіп ағып жатқан ертіс.
күндеген күн тамаша ғажап бір жаратылыс жай келіп қымыз сапырылып жатыр, қыз келіншектер жүріп жатыр, мәкеттейді оны, сұлу әйел болады, оны тамаша қылып. Bir mezgilde Hacımxan geldi, kasında bekler var, Emre birge gelip, sonradan katar bir sıra Kazak'ın sol жаңа Семей жағының сол кездегі атқамінер жігіттердің bir sırası geldi. Келіп жағалай отырып, Әбдікәрім Қажымханның қасына отырды. Әбдікәрімді бәрі сыйлайды, өйткені өзі сері жігіт, өзі балуан, өзі бір. Сосын Сапарғали маған таяп отыр деп, мені қасына отырған жоқ, мына жерге отырып. Сосын қымыз ішу мәжілісі басталды. Қымыз ішіп, қонағасы болса, мал сойылып, бет түкілді басылып жатыр. Ана жерде де, мына жерде жарқылдаған ән жүріп жатыр. Жаратылыстың тамаша ғажап толқынында отырмыз. Ертістің толқынының бетінде көшіп бір жатқан бір дүние, астан әлемі жайнап суға төнеді. Қандай ғажап көтеріліс, қандай көрініс десеңші. Сөйтіп отырғанда Әбдікәрім Қажымханды сөйлеткісі келді. Қажымхан көп сөйлемейтін кісі. Отырған жерінде әлгі кейбір адамдар шамен пәлен істедім, түген істедім жоқ, тек сұраса ғана айтады. Оның өзінде сараң айтады. Сонда отырып, Қажеке, сізді көруге осы отырған құмар жұртшылықтың бәрі келіп отыр. Дүние жүзінде бір пәтерді араладың, талай елменен белдестің, талай арыппен күрестің, бірін жыққан шығарсың, бірімен тең түскен шығарсың, бірақ сені бастап таптап тастап дегенде осы күнде естігеніміз жоқ, айтпа жүрмесе дегенде жымиды. Жымиды да ол рас қой, бәрін айта бермейді ғой, оған қайдан жесін. Мен алғашқы күрес іздеп барғанымда маған ең алғашқы танысқан өзімнің жанашыр, сол кездегі орыс серігінің балуандарының ішінде бір белгілі кісі болды, көбінесе сол кісінің үйретуіменен жаңа күресті. Ол біздің қазақ күрес емес қой, бұл күрес деген өзі бір бөлек қой. Соған жаттығу деген нәрсеге бірнеше жыл өтті, сонан кейін барып мен солардың қатарында жүріп, шетелдердің талайында болдым ғой. Енді өздерің естігенде шығарсыңдар, білесінде шығарсыңдар, анау Жапонның балуанына сондағы барған біздің Россия серігінің балуандары жаны бата алмай шошып отырған уақытта мен бардым ғой. Оның жығылғанын білесіңдер деп жай тоқтап отырды. Сонан кейін Әбдікәрім бір сұрақ қойды. Сіз өзіңіздің күресіп жүрген уақытыңызда өзіңнен күш асып басымдық істеген балуан, осы күнгі біздің орыс серігінің ең үлкен балуанына кім бар ғой деді. Иван Падук. Иә, осы кісіменен белдестің бе деді. Күзді. Қайдағы жоқ сұрайтын кесе деді. Паддубный деген бүкіл Россияның абыройы дейді. Серік құрылғаннан бері қарай оның алдына Россияда балуан шыққан жоқ. Ал шет елде күрескен уақытта да оның жамбасы серге тиіп болмаса алған жоқ. Ал шын мәнісінде күш сынасып, оны жығамын деп тарап қылу деген нәрсе біздің Россия балуандарына жатпайды. Бірақ шамаласқан уақытта кім білет тең түсуге мүмкін еді деп сөйледі. Сөйлесіп, шын нәресінде жығамын деп тойлағаным жоқ, алып күресіп көрдім. Бірақ ондай ар жағында жатқан алып, билеп тастайды бұл нәрсе кездескен жоқ. Соныменен онда өзің жығылмаған екенсің ғой одан деп күлді Әбдікәрім. Енді онан жығылдым, жығылмадым деп айтпаймын. Өйткені ол кісілердің өзінің абыройы бөлек, оны шығамын деп мен тарап қылғаным жоқ. Ал серіктің жағдайының өзі қызық қой деп сөйледі бір мезгілде отырып Қажымхан. Мұның өз кей уақыттарда абырой тепу үшін, қарықты тарту үшін әдейі жығылмай күресетініміз болады біздің де. Бірнеше күнге созатынымыз болады. Өйткені қарықты жинау керек, күресу керек. Міне осындай жағдайлар бізде көп болады. Біздің жарты шалымға келмейтін кісілермен неше күн алысқан уақыттарым болды деп бір шындығын айтып кетті. Сол жиында отырғанда ең алғашқы менің ғажап тыңдаған әнім
Қажымқан өте құмарланып сұрап әміреге ән шырқатты. Сонда әміре ағаш аяқтан бастап өзінің белгілі соны Парижде айтады. Соны арқаның әсем әндерін толғап Құдай сақтасын сол күнгі әміренің шырқаған әні. Анау ертістің ағын суы, анау балқып тұрған тоғай, шалқыған дүние, жиналған халық, сондай ғажап бір ән айтып еді. Сол күні бүгін көз алдымда жаңа ғана естіп отырғандай боламын. Әміренің ғажап әншілігінің ең алғашқы шығандаған алыс үнін естігенім сол. Өйткені одан бұрын тек қана шілдехана сияқты андай-мындайда ғана айтқаны болмаса, мына сияқты үлкен мәжілісте ғажап үніменен, ғажап әсем сырыменен толғанып айтатұғын. Әміренің бір ғажабы ән салған уақытта мынау рас кеуіп кететін еді ғой. Сол ар жағындағы жатқан, сол үннің ар жақта жатқан кәдімгі таланттың әншейін бір қуыс орнасы бар сияқты. Мен осы ғажапты көрдім. Бір көрген тамашам осы болды менің кездескен адамдарда. Бұдан кейінгі көрген адамдарыңыздың ішінде мысалы үшін жаңағы күш атасын көрген екенсіз бір сәтте. Ән атасын көрген екенсіз. Тағы осындай үлкен таланты бар адамдардан. Үлкен таланттардан менің өзім ақындықта ғажап қалған бір кісім бар. Оны өзіңге жақсы білесің. Менің ол кісім Иса Байзақ. Иса Байзақтың Семейде айтып жүргенін естігенім бар еді. Бірақ тап қолма-қол осы аспаннан түскендей үлкен дастан айтып баратұғын сырын кездестірмеген. Ауызық айтатұғын әні бар, жыры бар, несі бар. Бір тамаша ғажабы мынадай болды. Сен сұрауға соны айтайын. Бізде халық ақыны деген мына қазақ халқының өзі ертеден мынау даланың кең далада, асқар тауда, шалқыған теңіздің жағасында, дарияларда, соларда өскен, аттың жалы түйені қомында өмір кешкен, барып тұрған осы әуеннің, әннің, өлеңнің, әңгіменің бір толқып тұрған теңіз сияқты ғой. Солардың ішінде халқа ақындарының кейінгі уақыттарда шыға басын қосып, соларды жаңа уақыт таныстырып, солардың үлкен дастандарын жырлап, солар кімін айтады деген жағдайлар болып, 38-ші жылы халық ақындарынан бірсыпыра кісілердің басын қосқан осында бір 3 айлық, 4 айлық бір оқу болды. Соған Мұхтар марқұмда қатынасып, уақыттың, заманның жайын ақындарға бірсыпыра кеңес бергендей лекциялар оқыды. Сонда 38-ші жылдың 8-ші ноябрь күні Жазушылар одағының өзінің кеңсесінде бір кеш өткіземіз. Халық ақындарының осында бас қосып отырған солардың бүгінгі жырларын тыңдаймыз, бұрынғыларын тыңдаймыз деген Жазушылар одағының бір мәжілісі болды. Сол мәжіліске шақырылған бәріміз қатынасып, соны дайындауда бәрінде жүргенбіз, бірге болып. Сонан Иса бірге болған, сонда мәжіліс басталардың алдында бір сағаттай бұрын алғаш келіп жатқан кезімізде Әбділда Тәжібаев, сол кезде саяси секретарь істейтіннің біреуі, Исаға мына коридорда жүргенде, Иса, сен осы кетесің, маған тема беріңдер, жаңа сөз айт десіңдер дейсіңдер, бүгін саған тема беріледі. Тақырып деген тема дейді. Мен ана айтқан сөзін айтып отырмын. Ал енді сен өзіңді анау-мынау демей ылғи соны сұрайсың. Ал енді бүгінгі айтатұғын темаң сенің қиын тема. Есіңде болсын деп айтады. Ал оны айта алмайтын болатын болсам, бұдан былай бізге айқайламайсың. Күліп, иә. Сосын олар бұны тарап кеткеннен кейін бұлай шыға беріп, маған Иса, мынау маған бүгін бір ауыр теме беріп аласыз. Осының белгілі тұрған темасы шамасы мынау Москвадан шыққан Родина самолетінің жайы шығар. Онан басқа қандай теме береді? Қазақ темасынан бұл өзі білмейді, мен білетін. Ал енді осыдан менің өзім оқыған танысқаным бар еді. Кейінгі уақытта оқығандарыңыз бар ғой, маған кішкене айлық хат беріңіз деп сөйледі. Мен бір сыр сол уақытта әлгі Роскованың барып қонғанын, сұрағанын, аналарын еткенін, жолбарыстың келгендерін бәрін айтып бердім ғой. Газет хабарларын. О, жақсы болды деп оны тыңдап алып,
Сонсон біраз кішкене көңіл көтеретін жағдайлар бар, шараптар бар, солармен отырдық. Отырғаннан кейін Орынбай ақын да келген сонда. Үмбетәлі бар, Семейден Сапарғали бар, анау арқадан осындағы кімдер, Саяділ бар, көп ақындар. Бірсыпырадары алдыменен Орынбайға сөз беріп, ол біраз жырлар айтып, онан кейін Үмбетәліға беріп, онан кейін тағы да сол айтып болғаннан кейін бір мезгілде әділдеп отырып, мен хан рұқсат қылсаңыздар, мен мына Иса аға бір тақырып берейін деп отырмын деп сөйтеді. Рұқсат десіп, Мұхтар Марсында отырған бірге Сәбит бар, бір бәріміз бармыз. Алып айта ғой деп сөйтеді Иса. Айтсам, мынау бүгінгі жаңалық жер жаһан болып, дүние жүзі болып таңғалып отырған мына Москвадан шыққан 4 әйелдің жайын жырлап бересіз. Бар айтатын сол ма? Ол бұратын болса тәуекел деп домбырасын жанып алып Иса біраз отырып толғанып жөнелді. Сонау Москвада 4 әйелдің ұшуға дайындалғанын, баратын сапарларын толғанып ойланғанын, сонау Москвадан шыққанда Сібір шығыс өлкесіне қарай бара жатқандағы жолдағы жаратылыстың құбылыстарын, асқар таулар, ағынды өзендер, шалқып жатқан орман, дала, жазық қала, халық, бүкіл Россияның сонау шығысқа созылған алқабының күллісін жырлап, ұшып бара жатқан самолеттің үстіндегі 4 әйелдің көрген, көзіменен көріп бара жатқандарының күллісін ғажап қылып айтып барып, сонау Роскованың әлгі қонып отыратын жеріне апарып қондырып, оған келген жолбарыстың келген, оны аманаттан алған күлсін бастан аяқ 1 сағаттан артық жырлап шықты. Ешбір бөгелген жоқ. Бір ауыз сөз ешкімнен сұраған жоқ. Күллісін көзбен көргендей айтып шықты. Мен Исаның шын мәнісінде халық ақындар дегенде суырып салып айтатұғын, үлкен негізге, үлкен мазмұнға айтатұғындығын бірінші көргенім осы болды. Сонда отырып Мұхтар марқұм айтты. Иса тоқтығап, әңгімелесіп отырғанда. Бұл бір кезде мынау ауызекі толғанып, үлкен толғансыз жыр айту деген Грецияда болған еді. Грециядан Арабқа көшкен еді. Пушкиннің Египетский ночи дейтұғының шығармасындағы айтылатұғыны осы тақырып еді. Тап осы күнде, тап осы мына Иса жырлап айтатұғын, толғанып айтатын, мазмұнды өзекті нәрсені тұтас айтып шығуға жарайтын ақын мен жер жаһанда жоқ шығар деп ойлаймын. Бұл болмайтын талант, бұл тумайтын талант. Бірақ Иса осының жаңылмай қағазға түсіруін керек. Бізден тапсырма осы. Мынауын ғажап болды деп сонша өзінің Мұхтардың мұрнын ұстап қойып, бір сол уақытта мақтанатұғын несі болатұғын. Соны мезен салып, елдің бәрі құптап, осыны көрдім.